Галатиялыларға жазылған хат. 1 бап. Адамлар тарапынан, ямаса адамлар арқалы емес, ал Иса Масих һәм оны өлімнен тірілткен әкеміз Құдай тарапынан елші болып тайынланған мен, Павелден һәм менің бірге болған барлық туысқанлардан Галатиядағы сенуші жәмәәтлерге сәлем. Әкеміз Құдай һәм иеміз Иса Масих сізлерге мейірім һәм тынышлық берсін. Әкеміз Құдайдың еркі бойынша Иса Масих біздерді әзіргі жауыз заманнан құтқармақшы болып, күнәларымыз үшін өзін құрбан етті. Құдайымызға мәңгіге даңқ болсын. Аумин. Сіздерді Масихтың мейірімі арқылы шақырған Құдайдан соншелі тез жүз бұрып, басқа бір қош хабарға ауып кеткеніңізге хайранмын. Негізінде басқа бір қош хабар жоқ, ал сіздердің ақылыңызды шатастырып, Масихтың қош хабарын бұрмаламақшы болып атырғанлар ғана бар. Бірақ егер де біздер ямаса аспаннан бір періште келіп, өздеріміз сіздерге айтқан қош хабарға қарсы қош хабар жариялап атырған болса, ол Құдайдың қарғысына ұшырасын. Бұрын айтқанымызды және қайталап айтаман. Егер кім сіздер қабыл еткен қош хабарға қарсы бір қош хабарды жариялап атырған болса, ол Құдайдың қарғысына ұшырасын. Енді мен адамлардың мақтауын қалеп атырман ба? Ямаса Құдайдың ба? Я болмаса адамларға жағынуға тырысып атырман ба? Егер елеге дейін адамларға жағынбақшы болғанымда, онда мен Масихтың қызметшісі бола алмас едім. Туысқанларым, мен жариялаған қош хабарды адам ойлап шығармағанын білуіңізді қалеймен. Мен бұл қош хабарды адамнан қабыл етпедім, һәм ешкімнен үйренбедім. Оны маған Иса Масихтың өзі аян арқылы білдірді. Мен Яхуди дінінде болғанымда, қалай өмір сүргенім хақында естігенсіздер. Құдайдың жәмәәтін аяусыз қудалап, оны құртуға тырысатұғын едім. Яхуди дінінде өз миллетімдегі көп қатар құрбыларымнан озып, ата-бабаларымыздың үріп әдетлерін орынлауға жан тәнім менен ғайрат салатұғын едім. Бірақ мені анамның қарнында болғанымда ақ таңлап, өз мейірімі менен шақырған Құдай басқа миллетлер арасында қош хабарды жариялауым үшін маған ұлын ашып білдіруге разы болды. Сонда мен адамлар менен мәслихатлесіп отырмадым. Иерусалимге, яғни меннен бұрын елші болғанларға да бармадым. Ал дәрхал Арабстанға кетіп, кейін және Дамасққа қайтып келдім. Соңынан 3 жыл кейін Петр менен танысу үшін Иерусалимге бардым. Оның жанында 15 күн болдым. Бірақ басқа елшілердің ешбірін көрмедім. Тек иеміз Исаның інісі Яқыпты ғана көрдім. Сіздерге жазып атырғанларымның өтірік емес екендігін Құдайдың алдында білдіріп атырман. Бұнан соң мен Сирия һәм Киликия өлкелеріне кеттім. Ал Яхудиядағы Масихқа тиесілі жәмәәтлер мені жүзбе-жүз танымайтұғын еді. Олар тек бір уақытлары біздерді қудалаған адам бұрын өзі жоқ қылмақшы болған сенім хақында енді өзі жариялап жүр дегенді естіп, мен үшін Құдайды алғыслаған еді. Галатиялыларға жазылған хат. 2 бап. Арадан 14 жыл өткеннен соң Барнаба менен бірлікте және Иерусалимге бардым. Жаныма Титусты да алдым. Ол жерге Құдайдан алған аяным себеплі бардым. Сол жердегі жәмәәт жетекшілері менен
жеке сөйлесіп, басқа миллетлер арасында өзім жариялап жүрген қош хабарды баян еттім. Іслеген минетім һәм хәзір іслеп атырған іс әрекетімнің зая кетпеуі үшін ұсылай іследім. Ал олар менің жанымдағы Титустың грек болуына қарамай, оны сүннет етілуге мәжбүрлемеді. Бірақ арамызға жасырын кірген айырым жалған туысқанлар бар еді. Олар біздерге Иса Масих берген азатлықты көре алмай, біздерді яһудилердің низамының құлы қылмақшы еді. Ал біздер қош хабардың хақиқаты сіздер менен бархоллап бірге болсын деп, оларға бір демде бойсынып, тәслім болмадық. Иерусалим жәмәатінің жетекшілері қаншелі атақлы болса да, мен үшін бәрібір. Құдай адамларды айырмайды. Олар менің жариялау ісіме қосымша еш нәрсе жүклемеді. Керісінше, қош хабарды яһудилерге жариялау ісі Петрге ісеніп тапсырылғандай, басқа миллетлерге жариялау ісі маған ісеніп тапсырылғанын олар білді. Себебі Петрді яһудилер үшін елші етіп тайынлаған Құдай мені де басқа миллетлер үшін елші етіп тайынлады. Жәмәатлердің тіреклері есапланған Яқып, Кифа һәм Юхан Құдайдың маған берген мейірімін мойынлап, маған һәм Барнабаға бірдемлік қолларын созды. Солай етіп, біздердің басқа миллетлерге, ал өздерінің яһудилерге кетуін мақұл көрді. Тек елі де жарлыларға жәрдем беруді естен шығармауымызды өтініш етті. Мен де бұл істі шын кеуілден істеуге тырысып кетірген едім. Кифа Антиохияға келгенде, оның қатесін бетіне айтып ашқара еттім. Өйткені Яқыптың жанынан базы адамлар келместен алдын, Кифа басқа миллет ісенушілері менен бірге ауқат жейтұғын еді. Бірақ сол яһудилер келгенде қорқып, сүннет етілмеген басқа миллет ісенушілерінен өзін шетке алды, һәм олар менен байланысты үзді. Басқа яһудилер де Кифаға ұқсап екі жүзділік іследі. Хәтте Барнаба да олардың екі жүзділігіне берілді. Олардың қош хабардың хақиқаты бойынша іс тұтпай атырғанын көргенімде, һәм менің алдында Кифаға бұлай дедім: сен яһуди бола тұра, яһуди сияқлы емес, ал басқа миллет адамы сияқлы жасап атырсаң. Енді қалайынша сен басқа миллет адамларын яһудилесуге мәжбүрлейсің? Біздер яһуди болып туылдық. Басқа миллетлер сияқлы гүнәкар емеспіз. Бірақ та адам мұқаддес низамды орылап жасағаны арқалы емес, ал Иса Масихқа деген сенімі арқалы ақланатығынын білеміз. Сондықтан біздер де мұқаддес низамды орылап жасағанымыз арқалы емес, ал Масихқа деген сеніміміз бенен ақланамыз деп Иса Масихқа сендік. Себебі ешбір адам мұқаддес низамды орылап жасағаны арқалы ақланбайды. Егер Иса Масих арқалы ақлануды ізлеп, өздеріміз гүнәкар болып шықсақ, Масих біздерді гүнәға жетелеуші болғаны ма? Ешқашан. Егер мен өзім бұзған яһуди үріп әдетлерін қайтадан тіклесем, онда мен өзімнің низам бұзушы екенімді дәлеллеген боламан. Құдай алдында жасау үшін мұқаддес низам арқалы мен мұқаддес низам алдында өлгенмен. Мен Масихпенен бірге атанақ ағашқа шегеленгенмен. Енді жасап атырған мен емес, ал менде Масих жасап атыр. Хәзір денеде жасап атырған өмірімде мені сүйген һәм мен үшін өзін құрбан еткен Құдайдың ұлына деген сенімім менен жасап атырман. Мен Құдайдың мейірімін қадірсіз деп есапламайман. Егерде мұқаддес низам арқалы ақлану мүмкін болғанда,
онда Масих бекарға өлген болар еді. Галатиялыларға жазылған хат. 3 бап. Ей, ақылсыз Галатиялылар! Сіздерді кім сиқырлап таслады? Иса Масихтың атанақ ағашқа шегеленіп қойылғаны көз алдыңыздан кетпестей етіп суретленіп берілген жоқ па еді? Сіздерден бір нәрсені ғана білмекшімен. Сіздер мұқаддес рухты қалай алдыңлар? Мұқаддес низамды орылап па? Ямаса өздеріңіз есткен қош хабарға сеніп пе? Сіздер соншелі ақылсыз болғаныңыз ба? Мұқаддес рухпенен баслап, енді неге адамның іс әрекетіменен мінсізлікке ерісуге тырысып атырсызлар? Бекарға сонша азап шектіңіз бе? Хақиқаттан да бекарға ма? Сіздерге мұқаддес рухын берген, һәм араңызда караматлар көрсеткен Құдай бұны мұқаддес низамды орылағаныңыз үшін істеп атырма? Ямаса өздеріңіз есткен қош хабарға сенгеніңіз үшін ба? Ибраимның мысалын алып қарайық. Ол Құдайға сенді, һәм сол себептен Құдай оны ақланған деп санады. Солай етіп, мынаны біліп қойыңлар. Сенгендердің һәммесі Ибраимның хақиқи ұрпақтары болады. Мұқаддес жазу Құдайдың басқа миллетлерді сенімі арқалы ақлайтұғынын болжап, Ибраимға барлық халықтар сен арқалы жарылқанады деп қуанышлы хабарды алдын ала жіберген еді. Солай етіп, сенгендер сенуші Ибраим менен бірге жарылқанады. Мұқаддес низамды орылауы арқалы ақланатұғынына сенетұғынлардың һәммесіне нәлет жауады. Өйткені мұқаддес низамда былай деп жазылған. Мұқаддес низам кітабында жазылған. Һәмме нәрсені бар құлла орынлап жасамайтұғын әр бір адам нәлети болады. Мұқаддес низамды орылауы арқалы еш бір адам Құдай алдында ақлана алмайтұғыны анық. Себебі сенімі менен ақланған жасайды деп жазылған. Мұқаддес низамның тикары сенім емес, керісінше. Мұқаддес низамда бұйырылғанларды орынлаған, олар арқалы жасайды деп жазылған. Масих біздер үшін нәлетленгенліктен, Құдайдың Ибраимға берген жарылқауы Масих Иса арқалы басқа миллетлерге несіп етеді. Һәм біздер уәде етілген мұқаддес рухты сеніміміз арқалы аламыз. Масих біздерді мұқаддес низамның нәлетінен құтқарды. Өйткені ағашқа асылған әр бір адам нәлети деп жазылған. Туысқанларым, адамлар өмірінен мысал келтірейін. Адамлар арасында дүзілген келісімді бекарлауға, ямаса оған бір нәрсе қосуға болмайды. Құдай Ибраимға һәм оның ұрпағына уәде бергенде, сенің ұрпағыңнан болғанларға деп, көп адамларды нәзерде тұтып айтқан жоқ. Ал сенің ұрпағыңнан болғанға деп, тек бір адамды, яғни Иса Масихты нәзерде тұтып айтқан еді. Менің айтажағым мынау: 430 жылдан соң пайда болған мұқаддес низам Құдайдың алдын ала дүзген келісімін бекарлап, уәдесінің күшін жоқ қылмайды. Себебі, егер Құдайдың берген мирасы мұқаддес низамды орылау арқалы берілгенде, онда ол уәде бойынша болмайды. Бірақ Құдай мирасты Ибраимға уәде бойынша берді. Ондай болса, мұқаддес низам не үшін берілген? Ол күнәларымызды ашып көрсету үшін келісімге қосымша етіп берілген. Өзі Құдайдың уәдесі һәм Ибраимның ұрпағы болған Масих келгенге дейін ғана мұқаддес низам әрекет етеді.
Ол періштелер арқалы тәуеллешінің қолы менен берілген еді. Ал тәуеллеші тек бір тәрепке тиесілі емес, бірақ Құдай жалғыз. Олай болса, мұқаддес низам Құдайдың уәделеріне қарсы ма? Ешқашан. Өйткені, егерде өмір бере алатұғын низам берілген болса, онда адамлар әлбетте низам арқалы ақланар еді. Бірақ Иса Масихқа деген сенімге тихарланған уәде сенгеллерге берілу үшін мұқаддес жазу бүткіл барлықты күнәнің тұтқыны деп жариялады. Бұл сенім пайда болудан алдын біздер мұқаддес низамның бақылауы астында болып, келешек сенімнің айқынласуына шекем мұқаддес низамның тұтқыны едік. Басқаша айтқанда, сенім арқалы ақлануымыз үшін Масих келуге дейін мұқаддес низам тәрбияшымыз болды. Бірақ сенім пайда болғаннан соң, біздер енді тәрбияшымыз болған мұқаддес низамның қол астында емеспіз. Себебі, Масих Исаға сенгеніңіз үшін әммеңіз Құдайдың балаларысыз. Суға шомылдырылғанда Масих пенен бірлесіп, әр біріңіз Масих сияқлы болдыңлар. Ендігіден бұлай, Яхуди менен гректің, құл менен азат адамның, еркек менен хаялдың арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Өйткені, әммеңіз Масих Исада бірсіз. Егер Масихқа тиесілі болсаңыз, онда Ибраимның ұрпағысыз. Құдайдың уәдесі бойынша мирасқорларсыз. Галатиялыларға жазылған хат. 4-ші бап. Және айта жағым мынау, мирасқор әмме нәрсенің иесі болса да, бала уақытында оның құлдан айырмашылығы жоқ. Ол әкесінің белгілеген уақытына дейін тәрбияшылар менен үй басқарушысының бақылауы астында болады. Осы сияқлы біздер де балалық уақытымызда, яғни ақиқатлықты толық түсінбеген уақытымызда дүнияның мәнісіз қағидаларының құлы едік. Бірақ уақыты келгенде Құдай өз ұлын жіберді. Ол мұқаддес низамның құлы болғанлардың құтқарылуы үшін һәм біздердің Құдайдың балалары болуымыз үшін хаялдан туылып, мұқаддес низамға бойсынып жасады. Сізлер енді Құдайдың балалары болдыңлар. Сондықтан ол өз ұлының рухын жүректеріңізге жіберді. Осы рух арқылы сізлер Құдайды әке жаным деп шақыруыңызға болады. Сол себептен сен енді құл емессің, ал Құдайдың перзентісің. Құдайдың перзенті болғаның үшін Құдай сені мирасқор етті. Бұрын сізлер Құдайды білмей, негізі Құдай болмаған нәрселерге құл болдыңлар. Енді болса, Құдайды біліп алдыңлар. Туғрырағы сізлерді Құдай таниды. Солай екен, неге енді және дүнияның хәлсіз һәм қадірсіз қағидаларына қайтып баратырсызлар? Қайтадан және олардың құллары болмақшымсызлар? Күнлер, айлар, мәусімлер һәм жылларды белгілейсізлер. Сізлер үшін бекарға минет еттім бе деп тәшвиштемен. Туысқанларым, сіздерден өтініш етемін. Мен сияқлы болыңлар. Себебі мен де сізлер сияқлы болдым. Сізлер маған ешқандай жамалық істемедіңдер. Қош хабарды сізлерге бірінші мәрте ден саулығымның хәлсіздігі себеплі жариялағанымнан хабарыңыз бар. Менің ден саулығымның жағдайы сізлер үшін бір сынақ болса да, менсіп, маған тәкәббірлік етпедіңдер. Керісінше, мені Құдайдың бір періштесіндей, хәтте Иса Масихтай қабыл еттіңдер. Енді сол қуанышыңыз қаяқта? Сіздерге өзім куәмін. Қолларыңыздан келсе, көздеріңізді ойып,
маған берер едіңдер. Енді сіздерге хақиқатты айтаман деп, дұшпаныңыз болдым ба? Мұқаддес низамды орынлауды талап еткенлер сіздерді өз тарапіне аударуға тырысып атыр. Бірақ бұл жақсы ниет емес. Өздеріне бағынуға тырысуыңыз үшін олар сіздерді біздерден айырмақшы. Жақсы ниетпенен тырысу бұл жақсы нәрсе. Бұл тек мен сіздердің араңызда болғанымда емес, ал бар құлла осылай болса жақсы. Балаларым, Масих сияқлы болмағаныңызша, мен сіздерді қайтадан туып атырғандай, толғақ азабын шекпектемен. Хәзір жаныңызда болып, дауысымды мүләйім қылып өзгертсем еді. Өйткені сіздерді не қыларымды білмей, аң-таң болып тұрман. Мұқаддес низам астында жасауды қалеген сізлер, маған айтыңларшы, Мұқаддес низамның не дейтұғынын білмейсіздер ме? Себебі, Ибраимның 2 ұлы болды. Біреуі Шоры хаялдан, екіншісі Азат хаялынан еді деп жазылған. Шоры хаялдан болған ұлы Әпуайы жол бойынша, ал Азат хаялдан болған ұлы уәде бойынша туылды. Бұнда тымсал мәнісі бар. Бұл 2 хаял 2 келісімді аңлатады. Біреуі құллықта болатұғын балаларды туатұғын Ажар Синай тауында дүзілген келісімнің тымсалы. Арабстандағы Синай тауының тымсалы болған Ажар әзіргі Иерусалимді аңлатады. Өйткені бұл қала өз қалқы менен елі де Мұқаддес низамның құллығында. Бірақ аспандағы Иерусалимнің тымсалы болған Сара, Азат, ол біздердің анамыз. Себебі былай деп жазылған: Ей, бала тумайтұғын нәсілсіз хаял, шад бол. Толғақ азабын білмейтұғын хаял, даусыңды көтеріп бақыр. Өйткені жалғыз басты хаялдың балалары, күйеуі бар хаялдың балаларынан көп. Туысқанлар, сіздер де Исақ сияқлы уәде бойынша туылған балаларсыз. Әпуайы жол менен туылған Мұқаддес рухтың уәдесі бойынша туылғанды қалай қудалаған болса, әзір де солай болып атыр. Бірақ Мұқаддес жазу не дейді? Шорыны һәм оның баласын қуып жібер. Себебі Шорының ұлы Азат хаялдың ұлы менен бірлікте мирасқа шерік бола алмайды. Солай етіп, туысқанлар, біздер Шоры хаялдың емес, ал Азат хаялдың балаларымыз. Галатиялыларға жазылған хат, 5 бап. Масих біздерді еркін өмір сүруіміз үшін азат қылды. Сондықтан бекем тұрыңлар. Өзлеріңізге қайтадан құллық мойынтырғын салуға жол қоймаңлар. Қараңлар, мен Павел сілерге мыналарды айтып атырман. Егер сүннет етілсеңіз, Масихтың сіздерге еш пайдасы жоқ. Сүннет етілген әр бір адамды және ескертіп атырман. Ол бүткіл Мұқаддес низамды орылауға парызлы. Мұқаддес низамды орылау арқалы ақлануға тырысып атырған сіздер Масихтан айырылдыңлар. Құдайдың мейірімінен алсыладыңлар. Бірақ біздер Мұқаддес рух себеплі сенім арқалы ақланудан үміт етіп, інтізарлық пенен күтпектеміз. Иса Масихқа сенетұғынлар үшін сүннетленудің де, сүннетленбеудің де ешқандай ахметі жоқ. Тек сүйіспеншілік пенен әрекет еткен сенім ғана ахметлі. Сізлер жақсы баратыр едіңдер. Хақиқатқа бойсынуды давам етуден сізлерді кім айнытты? Бұндай айныту сіздерді шақырған Құдай тарапынан болмады. Аз ғана ашытқы бүткіл қамырды аштады. Сізлердің басқаша пікір жүргізбейтұғыныңызға ием Иса алдында сенімім кәміл. Бірақ сіздердің ақылыңызды шатастырған
кім болуына қарамай жазасын тартады. Маған келетұғын болсақ, туысқанларым, егер елеге дейін сүннеттің керек екенлігін жариялап келгенімде, қудананар ма едім? Егер олай болғанда, атанақ ағаш хақында айтқан уазларым себеплі машқала туылмас еді. Қане енді, сіздерді үгітлеп атырғанлардың әммесі өздерін ақтай етсе. Туысқанлар, Құдай сіздерді азат болуға шақырған. Тек азатлығыңызды өз табиатыңыздың қалеулерінің құрбаны қылмаң. Оның орнына бір-біріңізге сүйіспеншілік пенен қызмет етіңлер. Бүткіл мұхаддес низам бір сөзде жәмленген. Өзіңді қалай сүйсең, жаныңдағы адамды да солай сүй. Бірақ бір-біріңіз бенен тіслесіп, бір-біріңізді жесеңлер, онда бір-біріңізді жоқ етуден абайлы болыңлар. Және айта жағым мынау, мұхаддес рухқа бойсынып жасаңлар. Сонда өз табиатыңыздың жаман қалеулеріне еш қашан бойсынбайсызлар. Өйткені адам табиатының жаман қалеулері мұхаддес рухқа, мұхаддес рух адам табиатының жаман қалеулеріне қарсы. Олар бір-біріне қарсы болғанлықтан, сіздер іслеуді қалеген нәрселеріңізді іслей алмайсызлар. Ал егер сіздер мұхаддес рухтың жетелеуіменен жүрсеңлер, онда мұхаддес низам астында емессізлер. Адамның күнәкар табиатының іслері аян. Олар неке хадаллығын бұзу, харамылық, бұзықшылық, бұтпаразлық, сиқыршылық, дұшпанлық, жәнжелкешлік, күншілік, ғазеп, менменлік, алауыздылық тудыру, бөліну, қызғаншақлық, мәскүнемшілік, айшы әшірет һәм ұсыларға ұқсаған нәрселер. Сізлерді алдын ескерткенімдей, және ескертіп атырман. Осындай іс әрекетті іслеушілер Құдайдың патшалығын мирас етіп алмайды. Бірақ адам өмірінде жетістіретұғын мұхаддес рухтың жемісі сүйіспеншілік, қуаныш, тынышлық, сабырлылық, мейірімлілік, қайырқомлық, садықлық, мүләйімлілік һәм өзін тұтып білу. Бұндай іслерге қарсы ешқандай низам жоқ. Иса Масихқа тиесілі болғанлар өз табиатын қалеулері һәм нәпсілері менен бірлікте атанақ ағашқа шегелеп қойған. Мұхаддес рух өміріміздің тикары болғанлықтан, оның жетелеуі менен жүрейік. Даңғпараз болмайық, бір-біріміздің ашуымызға тиіп, күншілдік етпейік. Галатиялыларға жазылған хат, 6 бап. Туысқанлар, егер біреудің күнә іслегені мәлім болып қалса, мұхаддес рухқа бойсынып жасап атырған сізлер, бұндай адамды мүләйімлік пенен туыры жолға салыңлар. Сізлерде азғырылмауыңыз үшін өздеріңізге сақ болыңлар. Бір-біріңіздің ауырманлығыңызды көтеріңдер. Сонда Масихтың низамын орынлайсызлар. Егер кімде-кім еш нәрсе болмаса да, өзін ахметлі адам деп есапласа, өз-өзін алдаған болады. Әрбір адам өз іс әрекетін тексеріп көрсін. Сонда өзін басқалар менен салыстырмай, өз табыслары менен мақтана алады. Себебі әрбір адам өз ауырманлығын өзі көтеруі тиіс. Құдайдың сөзін үйренуші ұстазы менен барлық игіліклі нәрселерді бөлсін. Өз-өзіңізді алдамаңлар. Құдайды алдау мүмкін емес. Адам не ексе, соны орады. Өзінің күнәкар табиатына бойсынушы, сол табиатқа тән өлім алады. Мұхаддес рухқа бойсынушы, мұхаддес рухқа тән мәңгілік өмірді алады. Солай екен, жақсылық іслеуден жалықпаңлар. Егер хәлсізденіп қалмасақ, уақыты келгенде жемісін орып аламыз. Сондықтан мүмкіншілігіміз бар екен. Әмме адамға, әсіресе сенуші туысқанларымызға жақсылық іслейік. Қараңлар, өз қолым менен сілерге қандай үлкен әріплер менен жазып атырман. Сыртқы көрінісі менен адамларға ұнағысы келгенлер, Масихтың атанақ ағашы себеплі қудаланбау үшін сіздерді сүннет етілуге мәжбүрлемекте. Бірақ сүннет етілгенлердің өздері де
muhaddes nizamды орламайды. Олар тек сізлердің денелеріңіз бенен мақтану ұшын ғана сүннет етілуіңізді қалеп атыр. Ал мен иеміз Иса Масихтың атанақ ағашынан басқа бір нәрсеменен ешқашан мақтанбаймын. Осы атанақ ағаш арқалы дүния мен үшін өлген. Мен де дүния үшін өлгенмен. Сүннетлі болу ямаса болмау ахметлі емес. Ахметлісі жаңа жаратылыс болу. Осындай қағида бойынша жасап атырғалардың әммесіне, яғни Құдайдың қалқына тынышлық һәм мейірім шәпәәт болсын. Ендігіден бұлай ешкім маған жәбір бермесін. Өйткені менің денемде Исаның жарақатларының ізлері бар. Әй туысқанлар, иеміз Иса Масихтың мейірімі рухыңызға яр болсын. Аумин.